Бақсы. Кезекте отырған соңғы адам ем. Еңсемді көтере алмай зорға кірдім ішке. Мен күткендей бөлмесінде арланның терісі, қыл-қобыз, қамшы болмады. Кигені де шапан емес екен. Отыр деді маған жай ғана, амандық саулық сұраспай шетте тұрған орындықтың бірін меңзеп. Сөйттім. Қарт емес, тіпті 60-қа толмаған көрінді. Айықтыра алмастай көрінді мені ол сол сәтте. Неге екені? Не айтасың деп сұрады бір кезде, бір-бірімізге біраз сынай қарап отырған соң. Шаршадым, дедім мен. Діңкелеп бітіп барамын. Ұқпайды олар мені. Мен де оларды түсінбеймін, ұқпаймын. Ол мені естіп емес, көріп қана отырған сыңайлы. Түк тебіреніс жоқ қарасында. Дәп солардың арасына қалай тап болғанымды білмеймін. Не жазғанымды да жолап кетсе болды, жүрегімді тырнап жіберуге тырысады. Басқа әкемнің мүгедек екенін бетіме қалай басады олар? Айтыңызшы, олай болғанына менің немесе әкемнің кінәсі бар ма? Деп жатырмын көз жасымды орамалға сүртіп. Сонда дертің сөз болды ғой, дейді сөйтсем ол. Әй-шәй жоқ. Жоға, сөз емес деп басында кібіртіктеп қалдым да, жай ғана адами қарым-қатынасқа зәрумін. Еңселі болғым келеді. Басымды көтеріп жүрсем, өз-өзіме сенімді болсам деймін деп, ойымды нақты жеткізуге тырыстым. Еңселі болуыңа не кедергі? Деп сұрады соны естіп. Айтып отырмын ғой, қадірімді білмейді олар. Тек кемшілігімді байқайды. Шалыс басқанымды күтеді. Соны ойлаған сайын мен де сүріне беремін. Табалаудан тойып кеткенім соншалық, соңғы кездері мүлдем қарсы шықпайтын болдым. Сонда да жағар емеспін деп түсіндіріп жатыр ем. Еңселі болуың үшін не қажет деп сұрап отырмын сенен, деп сөзімді бөлді. Айтқанымның бірін керек етпеген кісіше. Істегенді істедің деген бір ауыз сөз, қадірім барын білу ғана, керек екенімді сезіну ғана. Сонда сенің дертің сөз болды ғой, деді міне тағы. Бұл жолы асыққам жоқ, әбден ойланып алған соң. Бестенді құның жоқ екенін сезіну, бала туғаннан басқа түк бітірмегеніңді ести беру, көңілінен шыға алмау. Деп келдім де, солай шығар деп растадым. Сонда орнынан көтерілген ол үндемей бөлмеден шығып кетті де, іле-шала үлкен сырлы кастрюль көтеріп кері кірді. Бос болатын онысы. Салдыр еткізіп тура алдыма қоя сап, қақпағын ашты да, ішінен үлкен ожау шығарып, қақпақты қайта жапты. Сөйтті де бірден әлгі ожау мен кастрюльдің үстінен саңқылдатып соға бастады. Жанынан да ұрып қояды. Шаңқ-шаңқ еткен миымды тесіп бара жатса да, жын соққандай көрінген кейпіне есім шығып отыра бердім. Не керек? Төбем шымырлай бастаған кезде бірақ тоқтатты. Қалай, ұнады ма? Деп сұрады. Ұнағаны несі деймін мен оған. Мына дыбыс кімге ұнасын? Сонда бұл дыбыс сені бақытсыз етті ғой. Алаяқ екенін сонда ұқтым. Бақытсыз дегеніңізді қалай ұғайын? Жағымсыз екені рас, бірақ мұның бақытқа не қатысы бар, дедім өкпелей.
Сөзде тура сол сияқты дыбыс қана. Сонысына қарамай, сені шексіз бақытсыз етеді емес пе? Қызықсыз ғой. Салыстыруға келе ме бұл екеуі? Соның баласын туамын деп, өзіме қарауға мұршам болмағанын біле тұра, ұсқының кетті дегені мен мына дыбыс екеуі бір дегеңіз келе ма? Айырмашылығы жоқ па сонда? Айырмашылық бар, деді ол, беті бүлк етпей. Және ол біреу ғана. Сенің сол дыбысқа сенуің мен бойыңа сіңіруің ғана. Егер жүрегіңнің түбінде өзің де соған сенбесең, оның дегені сен үшін жай дыбыс болып қала берер еді. Ал сен өйтпедің, яғни түптің түбінде сені бақытсыз ететін олар емес, өзіңсің. Олар жай ғана сенің өзің жайлы түсінігіңді нығайтушылар. Не айтып кеттіңіз өзі деп тоқтатып алдым оны. Мүлдем ұқпай бара жатқан соң. Құрсағыңа бала бітпейтінін, өмірге сәби әкеле алмайтыныңды неге жасырасың деп қарап отырмаған. Сөйтсем бұл. Аяп кеттім онымен. Ағасы-ау, 5 балам бар деймін сізге, деп мырс ете түстімде, ал жиын деген екес, мен кетейін деп. Ендігі тұрып бара жатыр ем. Өзің соған сенбесең, сөздің жай ғана дыбыс екенін енді ұқтың ба? Деп сұрады. Баяу қайта орныма отырдым. Жымиып, қолындағы ожауы мен кастрөлін тықылдата бастады. Бірақ бұл жолы жаймен ғана. Сонысынан көз алмай отыра бердім менде. Ем жазып берейін ба? Деді бір кезде. Иә, дедім аузыма өзге сөз түспей. Біріншіден, өз қадіріңді өзгеден бұрын өзің біл. Екіншіден, өзгеден бұрын өзің сыйла өзіңді. Үшіншіден, өзгеден бұрын өзің сүй өзіңді, бағала. Ал ол күн туғанға дейін өзгенің сөзіне сеніп, соны бойыңа сіңіріп бара жатқаныңды сезе қойсаң, ас үйге барып бос қазаныңды қақ. Сөздің дыбыс екенін солай түсір есіңе. Бөлмесінен қалай шыққаным, ақысына не бергенім есімде жоқ. Үйге қалың ойдың құрсауында келдім.